Барлықтарыңызға сәлем. Менің түрім бүгін осындай болып тұр, потому что целый день қызыммен жабыстым да жүрдім. Бүгін көмекшілер келді, қыздар келді, үй жинап кетті. Енді ужин жасау керек. Вот, қызым әлі. Бүгін обычно қызымды атам алатын, или күйеуім алатын. Бүгін күйеуім целый день жұмыста болды. Атам бүгін машинасымен алысты. В общем, ешқандай мүмкіндік болған жоқ бұны әлі ұшта алатындай. Вот баламен целый день жабысып да жүргесін. Шашым деген мынандай болып кетті. Орамал тағуға да мүмкіндігім болып жатқан жоқ. Вот. Енді осы шашпен қайтайын, осы шашпен ужин пісіретін болам енді. Нағай. Менімен бірге болыңыздар. Бүгін ерекше фарштан әдемі ужин пісіремін. Мен қызым жерде жатыр. Осы жатқыз қойдым. Жуаны жаным, менің қызым. Ойбай. Бүгін қызым ешкім алмады. Таңнан кешке дейін қызыммен жабысып отырдым. Себебі күйеуім бүгін жұмыста болды целый день. Атасы машинасын жөндетті. Балалар 2 класстан үйде жоқ. Kızım, ne arıyorsun? Karpuzcanım. Senim. Ежем, қазір kızım, қазір. Keze, kızım benim kızım. Başımızı canım. Жуанымызды салайық. Сосын жарды жуаны өшіп жатсы қалады. Мына ортасындағын обязательно алып тастау керек. Себебі осы неше түрлі ауруларды, онкологияларды шақырады осы ортасындағы жуанын пайдалану болып. Андай сахарный дәмі бар. Жаным. Қызыма барайын мен.